Бүгін 29 наурыз 20 жыл Айша бибі түсімде келді, бата берді. Сұлу Айша, әдем Айша, келді менің түсімде, кездестік біздер сұхбат құрып қауыша. Кеше маған бұлтпен келген балалары кітабынан шығарт деген рұқсат берген жүрек тор жібінен. Сол рұқсат бойынша жіберілді, алды кетті әлем ғарыш аспандарын тазалауға. Маған қиын болмас үшін көз қададың аспан түстес мөлдір көкті көзіңнен, нұрды бөлдің мақта нәзік денеңменен, сүйкеп қыстың құшағыңа назды ерке түріңменен. Қабыл алдым басым дейдім мен айдай қыз жарқырата, себелеймін әкетемін әріге қарай киелелім қорғалжынның жеріне. Түсінгенім бас тәжінің қалдықтары тікендері дымы қалмай тазарған соң нөпір халық мен іздейді. Жамандық ектеген пенделері отша жанып өртенеді, өз-өздерімен бас сауғалап кетер деді. Киелі қалам жазып отыр, еш күмәнсіз қабылдайын, бас ұрайын. Пенде көңілдегі санасыз адамдар көп өледі, орындарына қасиетті ерен саналы ұрпақ көбейеді. Жүрегіңді тыңда, бетімен дала кезбе, бұл дерттердің демдеп тұрған оба кезі. Тұқымдары ұшып жатыр, көктем өтіп жазың келсін, ұтымды сәтті пайдаланып орналас өзің жайлы жерге. Сақта өзіңді, жерге керексің, нұрларыңды қалдыруға. Бәрі сенде бой басыңда саулы тұр, тек асықпа, жүрек көзің қатты тыңда. Береді саған қоңырауын сыңғырлата, деді анық. Ойлан халық, ел басына күн туып тұр, соғыстан жаман Алланың қаһарына ілінді халық. Құрмет етпей кеткен қашып, бастарын ұстап отыр шошып. Жай көрді ме 12 жыл бұрын аспан пердесін ашып келген еді, періштелер қонып, биаток алып, күштеніп ап тілдеп кеткен жаман қаншық, жерде тартар тілін қыршып. Періштелер тартқан жіпсымдарды былғаған бұлшық, атамай құрбан болған жазық. Бәрі тәубәсіне шырылдай түсер, жібер әруақ берген сөздерді толық. Бөпелі болған жатырларын тазалатқан әйелдер бар, қысылады қаны ағып, жандарынан безіп. Сенен шыққан жыр батаны естіген соң алады соққы мың жыланып. Оянады саналары естер шығып, не істегенбіз апырай деп сан соғады. Уа айдай қыз, қызметің ағылдың өмірден өткен күніне орай 24 наурыздан аспан әлеміне бойдағы заттар жерден үркіп тік көтере әкеткен сені ұшыра бұйырып. Құтты болсын, осы күнді күллі тылсым күткен еді, біздің қолдан еш шарамыз келмеп еді. Себебі Алланың әмірімен тартылған жіптер уақытын күткен еді. Ақтүйенің қарны жарылып қуаныштан күллі тылсым жастарын төкті. Осы хабар сөздеріне зар салып қорытындыла ойлансын халық, жер бетінде отырған шошып.